Тұрсынбек Қабатовтың экс-әйелі Мөлдір Мұханованы үстінен іс қозғалып, 600 мың штраф айыппұл салынып жатыр. Неге десеңіздер, лотерея ойнатқаны үшін. Осы жылы Мөлдір Мұханова косметика саласы бойынша көлік тігіп лотерея ойнатқан. Сол үшін лотереяны ойнатқаны үшін парақшасынан тыйым салынып, блок етіліп, және 600 мың штрафты төлеуді, мемлекетке төлеуді бұйырылды. Тек қана Мөлдір Мұханова емес, одан бөлек қаншама блогерлер, лотерея ойнатқан блогерлердің барлығына салық салынып, айыппұл салынып жатыр. Тіпті 1,5 миллионға дейін салынып жатыр. Себебі лотерея ойнатқан блогерлер, әншілердің қыздары, балалары өтірікті көрсетіп, тіпті өздерінің адамдарына ұтысты беріп, ақша жинап, қаншама күнәға қалып жатыр. Сол үшін де